саламатсыздар ма? Мен Жаңаөзен қаласы нөмір 21 жалпы білім беретін мектептің 8-ші сынып оқушысы Амангелді Назгүл. Табиғатты облыстық форумы бойынша Қазақстанның флорасы мен фаунасының 3D атласы. Мен Қазақстанның флорасы мен фаунасының 3D атласын 3 программа арқылы жасадым. Ол SketchUp программасы және QH түрік кодтары, генератор программасы және Қазақстанның флорасы мен фаунасының 3D макеті. Жалпы бұл жерде Қазақстанның азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер бейнеленген. Жалпы Қазақстанда оларды қорғайтын 10 қорық жұмыс жасайды. Қорықтардың басты міндеттері азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктерді қорғау. Мен Қазақстанның азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктерді толық зерттеп шықтым. Олардың не себепті азайып бара жатқандықтарын толық анықтап зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Мен Қазақстанның флорасы мен фаунасын 3D макетін жасадым. Жалпы бұл жерде көріп отырғандарыңыздай, Қазақстан картасында 10 қорық және соларда қорғалатын жануарлар бейнеленген. Мысалға алатын болсақ, үстірт қорығында үстірт арқары және қарақұйрық қорғалады. Ал Алматы қорығында қар барысы қорғалады. Біз осылай қай жерде қай жануар қорғалатынын біле аламыз. Мен Қазақстанның азайып бара жатқан өсімдіктер және жануарлар және оларды қорғайтын қорықтарға арнайы QH түрік кодтар дайындадым. Жалпы бұл QH түрік кодтары арқылы біз олар туралы кез келген толық ақпаратты ала аламыз. Жалпы QH түрік кодтарын біз генератор программасы арқылы дайындаймыз. QH түрік кодтарын былай пайдаланамыз. Ең алдымен оны алып, сканерге қоямыз. Ары қарай бізге толық ақпаратты ала аламыз. Мен Қазақстанның флорасы мен фаунасын 3D атласын жасағанда қолданған 3-ші программам ол SketchUp бағдарламасы. SketchUp бағдарламасы арқылы мен Қазақстанда қорғалып жатқан жануарлар мен өсімдіктердің 3D анимациясын жасадым. Мысалға алатын болсақ, бұл жерде қар барысы, қарақұйрық және үстірт арқары бейнеленген. Мысалы барыс сирек кездеседі. Олардың мекен ететін аймақтары кішірейіп бара жатқасын, оларды азайып бара жатыр. Қазіргі таңда Қазақстанда 200-ге жуық түрлері кездеседі. Жалпы азайып кету себептері қасақаналық және қоректену объектілерінің азайып кетуі болып табылады. Және қарақұйрық өте сирек кездеседі. Қазақстанда жалпы 50-30 мыңға жуық түрлері бар. Олардың азайып кету себептері қасақаналық және шөлейттердің азайып кетуі болып табылады. Және Түркменстан, Өзбекстан елдерінде оларды асырайтын периодтар бар. Және үстірт арқары. Үстірт арқары өте сирек кездеседі. Ол тек Маңғыстау үстірт жоталарында мекен етеді. Жалпы Қазақстанда тек 5-6 мың түрлері ғана кездеседі. Олардың азайып кету себептері қасақаналық және олар мекен ететін жерлердегі тіршіліктің пайда болуы. Соңғы жылдары Түркменстан елдерінен тауып, Қазақстан, Маңғыстау қорғалатын жерлеріне алып келінген. Және азайып бара жатқан құстардан көк құс Қазақстандағы эндемик жануар болып табылады. Ол Тянь-Шань тауларының жоғарғы жақтарында мекен етеді. Қазіргі таңда Ақсу жабалығы және Алматы қорықтарында қорғалады. Қоқиқаз жалпы әлемде сирек кездесетін құстар болып табылады. Ол Қазақстанның теңіз жақтарында Ақмола облысында көп кездеседі. Олар жылына 5-6 мыңнан 54 мыңға дейін жұмыртқа басып шығарады. Жалпы олардың азайып кету себептері жұмыртқа басатын орындардың азаюы және мазалау болып табылады. Қазіргі таңда қорғалжың қорықтарында қорғалып келеді.
Және Қазақстандағы сирек кездесетін құстардың бірі бүркіт. Бүркіт жалпы Қазақстанда тек 100-ге жуық түрлері бар. Олар жалаңаш далаларды мекен етеді. Жалпы олардың азайып кету себептері оларды аңшылыққа қолданады, яғни балапан кездерінен жұмыртқасын ұрлап кетеді. Ал үлкен бүркіттер сым тоқтарынан және аңшылардың қақпандарынан және улы тамақтардан уланып азайып бара жатыр. Және Қазақстандағы азайып бара жатқан өсімдіктер арша. Арша жалпы ол қысы-жазы жасыл болып тұратын өсімдік қатарына жатады. Және қызғалдақтар жалпы дала тұқымдас қызғалдақтың қатарына жатады. Олардың ұзындығының сантиметрі 30 сантиметр, ал қалыңдығы 3 сантиметр болып табылады. Олар қызыл немесе сары түсті болады, және жапырақтарында қара дақтары болады. Олар мамыр айында гүлдеп, маусым айында жеміс бере бастайды. Жалпы ол Қазақстанның барлық жерінде кездеседі. Бірақ олар Қазақстанның азайып бара жатқан өсімдіктерінің қатарына жатады. Бұл менің Қазақстанның флорасы мен фаунасының тред атласы номинациясы бойынша жасаған жұмысым. Назарларыңызға рахмет.